саламатсыздар ма балалар? Балалар, қазір бізде математика сабағы. Балалар, біздің бүгін өтетін сабағымыздың тақырыбы екі таңбалы сандар, олардың оқылуы, жазылуы және разрядты құрамы. Бұл сабақта сіздердің өтетін нені білулеріңіз керек? Бір таңбалы сандар мен екі таңбалы сандардың айырмашылығын білесіздер. Екі таңбалы сандардың құрамын білесіздер және оны модельдеуді үйренесіздер. Олай болатын болса, балалар, сіздер 1-20-ға дейінгі сандарды санап көріңіздерші. Дұрыс айтасыздар. Ендеше бұл сандарды мен сіздерге тақтаға жазып көрсетейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Осылай тағы да бірнеше сандар кетіп, 99-ға дейін сандар ары қарай кете береді. Олай болса, балалар, сіздер бір таңбалы сан мен екі таңбалы сандардың айырмашылығын білдіңдер. Енді осы екі қатардағы сандардан ең кіші және ең үлкен сандарды анықтаңдаршы. Дұрыс айтасың. Ең кіші бір таңбалы сан 1. Ал ең үлкен бір таңбалы сан, дұрыс айтасыңдар, 9 екен. Ал екі таңбалы сандардың ең үлкен және ең кіші цифрларын анықтаңдар. Иә, дұрыс айтасың. 10 саны ең кіші екі таңбалы сан. Ең үлкен екі таңбалы сан 99. Ендеше, балалар, сіздер бір таңбалы сандар мен екі таңбалы сандардың айырмашылығын білдіңдер және ең үлкен, ең кіші сандарын анықтадыңдар. Олай болатын болса, балалар, сіздер қазір екі таңбалы саннан ондық құрамын анықтаймыз. Балалар, сіздердің алдарыңызда 10-нан 100-ге дейінгі сандарды көріпсіздер. Бұл сандар 0-ге аяқталатын болғандықтан, бұл екі таңбалы сандарды ондық сандар деп атаймыз. Екі таңбалы сан ондықтардан және бірліктерден тұрады. Сол жағындағы сан ондықтар деп аталады. Ал оң жағындағы санды бірліктер деп атаймыз. Балалар, мына жерде сіздердің алдарыңызда 15 саны тұр. Осы 15 санның моделін көрсетейін. Қараңдар, сіздердің алдарыңызда біріне үстіне жиналған бірнеше кубиктер тұр. Осы кубиктерді санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл бір ондық. Осы бір ондыққа 5 бірлікті қосайық. 1, 2, 3, 4, 5. Сонда бұл 15 санның моделін көрсетіп тұр. Балалар, сіздерге көбіне фигурамен, түрлі заттармен берілген сандарды біз сандардың моделі деп атаймыз. Ал бір саны, бір шыбық, барлық 10 шыбық бірігіп, мынандай бір ондықты құрайды. Ал жеке-жеке тұрған 5 шыбық бұл ондықты құрамайды. Өйткені бұлар, балалар, жеке-жеке бірліктерден құралған. Ондыққа жетпегендіктен мұны бірліктер деп атаймыз. Ондыққа 5 бірлікті қосқанда, балалар, 15 саны шығады. Оны былай жазуға болады. Жаңағы ондық және бірліктерді қосқанда, бір ондыққа және 5 бірлікті қосқанда 15 саны шығады. Бұл екі таңбалы сандардың разрядты қосылғышы деп атаймыз. Міне сіздер сандардың моделін және сандардың разрядты қосылғыштарын көріп отырсыздар. Ал қараңыздар, алдарыңызда буылға екі ондықтар тұр. Бір ондық және екі ондық. Екі ондығымыз қандай сан, балалар? Дұрыс айтасыңдар, 20 саны. Осы 20 санына бірліктерді қосайық. Мына жерде неше бірлік тұр деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, 4 бірлік саны тұр. Сонда 20-ға 4 бірлікті қосқанда қандай сан шығады? 24 саны шығады. Дұрыс айтасыңдар. 24 санында неше ондық бар? 2 ондық, 4 бірлік бар екен. Ал келесі ондықтарға қарай, алдарыңызда неше ондық тұр? Дұрыс айтасыздар. 4 ондық тұр. 4 ондыққа неше бірлікті қостыңдар?
2 бірлікті қостық. Сонда қандай сан шықты? 42. Дұрыс айтасыздар балалар. 42 санында неше ондық, неше бірлік бар? 4 ондық, 2 бірлік бар екен. Ал келесі санды санайық. Неше ондықтыр? 5 ондық. Дұрыс айтасыздар. 5 ондығымыз қандай сан? 50 саны. 50 санына неше бірлікті қосамыз? Дұрыс айтасыздар. 5 бірлікті қосамыз. Сонда қандай сан шықты? 55 сан шықты. Ал айта қойыңыздар, 55 санында неше ондық, неше бірлік бар? Дұрыс. 5 ондық, 5 бірлік бар екен. Балалар, және сіздер ондықтарды мен бірліктерді таныстыңдар. Енді біз санның құрамын танысайық. Санның құрамы дегеніміз 11 санның құрамы. Не? 10 санына 1 санын қосқанда балалар, қандай сан шықты? 11 саны шықты. 9 санына 2 санын қосқанда қандай сан шықты? 11 саны шықты. Дұрыс айтасыздар. 8 санына 3 санын қосқанда қандай сан шықты? 3 сан, 11 саны шықты. 4 санына 7 санын қосқанда қандай сан шықты? 11 саны. Міне, бірнеше қосылғыштарды қосу арқылы біз 11 санының құрамын анықтадық. Кез келген екі таңбалы сандардың құрамын балалар осылай анықтауға болады екен. Ендеше бүгінгі сабақта балалар сіздер 1-ден 9-ға дейінгі сандарды бір таңбалы сандар екенін ескермей сақтаңдар. Екі таңбалы сан, екі цифрдан құралатынын анықтадыңдар. Міне, алдарыңызда сандық сәуледе 10-ға дейінгі сандар тұр. Осының ішінде тек қана екі таңбалы сан қандай сан? 10 саны. Олай болсын балалар. Бүгінгі сабағымызда екі таңбалы сандардың құрамын, разрядтық қосылғыштарын және модельдерді үйрендіңіздер. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.